Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қылтығы көп, майда осындай каркас балығын қуыратын боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Видеоны аяғына шейін көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен балықтарымызды тазалап, ішін тазартып, шиқ-қарынын жуып, осылай бөлікке бөліп аламыз. Қазанымызға немесе табамызға сиятындай етіп бөлмесеңіздер де болады. Ыдыстарыңыз үлкен болса, майымызды қыздырып, алдын ала тұздап аламыз. Тек қана тұз саламыз, ұнға аунатпаймыз. Егер ұнға аунататын болсаңыздар, олай қып-қызыл болып қуырылмайды. Ішіндегі еті сүйегіне шейін қуырылып кетеді. Міне қып-қызыл болды біздікі. Тек қана тұз ғана қостық. Осылай қызып тұрған майымызға екі бетін қызартып қуырып аламыз. Дәмі өте керемет болады, және де қылтықтарына шейін қуырылып кетеді. Барлығын сүйегімен қосып жеуге де бола береді. Баяғыда апаларымыз осылай қуыратын. Ал мынандай үлкен балықтар болады, сазан, жыланбалық деген. Оларды ұнға аунатып қуыру керек. Олардың қылтықтары үлкен болады, және олары етті болады. Оларды қызып тұрған майға бірден қуырсаңыздар, іштері піспей қалуы мүмкін. Ал мына балық өзі жұп-жұқа және қылтықтары көп. Еті жұқа болған соң әдемі қуырылады, сүйектеріне шейін қызарып, дәл осылай қытырлап тұрады. Өте дәмді болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Бұдан да басқа түрлі тәттілердің, салаттардың рецептері бар. Пайдаларыңызға жаратыңыздар. Ас болсын.